Құрметті балалар, бізде қазір математика сабағы. Сабағымызды бастамас бұрын тақтаға назар аударып, мына өлең жолдарын бәріміз бірге формен оқиық. Математика сабағы. Біз меңгеріп аламыз. Түрлі есеп шығарып, жоғары баға аламыз. Жақсы, олай болса балалар орнымызға жайғасамыз, барлықтарына жоғары баға алуға сәттілік тілеймін. Біз қазір математика сабағында дені саудың жаны сау деген тарау бойынша тақырыптар өтіп жатырмыз. Сол тақырыпқа байланысты қазір мен топқа бөлініп отырсыңдар ғой, сол топтарыңызға атау бергім келіп отыр. Деніміз сау болу үшін балалар біз не істеуіміз керек? Спорт. Шынығуымыз керек, солай ма? Ал шынығу үшін бізге не көмектеседі? Шынығу үшін бізге күн, мына топ күн тобы болады. Келесі топ. Шынығу үшін бізге су керек, су тобы. Шынығу үшін бізге таза ауа керек, ауа тобы болады. Келесі топ. Соңғы төртінші топ. Шынығу үшін спорт тобы. Мінекей. Балалар, күн, су, ауа, ол шынығу үшін бізге қажет. Күнмен қалай шынығамыз? Кім айтады? Кәне, қол көтереміз. Иә, күнмен қалай шынығамыз? Күн сәулесінің балалар, күн сәулесінің құрамында B витамині бар, иә? Күн сәулесімен біз өсеміз. Сосын күн сәулесімен балалар шынығамыз, иә? Күнмен қыздырынамыз. Жақсы, келесі. Қандай топ? Су тобы. Сумен қалай шынығамыз? Көлге, суға шомыламыз, жүземіз. Тағы? Бассейндер, душ қабылдау арқылы біз сумен шынығамыз, иә? Ал сендердікі ауа тобы. Ауамен қалай шынығамыз? Айзере айтамын. Қысты күні таза ауада, қар жауғанда не істейміз? Шанамен сырғанаймыз, шаңғы тебеміз, сосын. Таза ауада, яғни серуендейміз, иә? Келесі спорт тобы. Ал шынығу үшін спорттың қандай пайдасы бар? Айтамын. Деніміз сау болу үшін біз не істейміз? Спортпен айналысамыз. Дұрыс айтамыз. Жақсы балалар, олай болса топқа бөлінді. Ары қарай өткен сабағымызды есімізге түсірейік. Алдымен мына жұмбақты тыңдайық. Нүктеден, екі сәуледен құрылған бұл не екен? Нүктеден, екі сәуледен құрылған бұл не екен? Ойланамыз, шұғылар, айтамын. Бұрыш. Дұрыс айтасыз, балалар, біз өткен сабақта бұрыштың түрлерімен танысқан болатынбыз, иә? Бұрыштың қандай түрлері бар? Бұрыштың қандай түрлері бар? Нұрадин, айтамын. Жарайсың, Нұрадин. Жақсы, балалар, тік бұрыш қандай болады? Тік бұрыштың бұрышы неше градус болады? Қол көтереміз. Айтамын, Жансит. Тік бұрышты бұрышы 90 градус болады. Жақсы, сүйір бұрышымыз қандай болады? Тік бұрыштан төмен ба, жоғары ма? Сүйір бұрыштан. Балалар, бәріміз тыңдаймыз. Айтамын. Сүйір бұрыш, тік бұрыштан. Бұрышы қандай болады? Кіші болады. Сосын. Ал доғал бұрышымыз қандай болады? Доғал бұрышын кәр айтамын. Тік бұрыштан үлкен болады. Дұрыс айтасың. Жақсы балалар, түгел бәріміз тақтаға назар аударайық. Тақтада біз нелерді көріп тұрмыз? Қол көтерейік. Нелерді көріп тұрмыз? Кәр айтамын. Фигуралар. Қандай фигуралар? Геометриялық фигуралар. Қазір мен суретін көрсетейін, ал сендер барлығымыз бірге аттарын атайық. Мынау қандай фигура? Назым айта, ол қандай фигура? Төрт бұрыш дейді. Тағы қандай фигура?
қабырғасы тік төртбұрыш, иә? Ал жақсы балалар, енді менің қолыма қарайық. Менің қолымда қандай фигура? Диляра айтамын. Бұл қандай фигура? Жанару? Шаршы, ал мынау? Мынау? Ислам? Текше. Жақсы, енді текше мен шашын салыстырайықшы, кім салыстырады? Үңкәр, тұрағын салыстыр. Қандай ұқсастығы бар? Ұқсастығы бар ма? Иә. Беті, жағы, қандай? Жоқ, жағы қандай? Бір жағы. Төртбұрыш, тік төртбұрыш, және шаршыда тік төртбұрыш. Ал қандай айырмашылығы бар? Текше. Кеңістік фигура. Мынау? Жазық фигура. Жақсы балалар. Біз бірінші сыныпта кеңістік фигуралар және жазық фигуралар деп өткен болатынбыз. Жақсы, ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. Келесі жұмбақ тыңдаймыз. Жоқ өзінде баста, қаста, мойында. Ұзындығы жазылып тұр мойында. Ол не? Дұрыс айтасыңдар. Сызғыш. Келесі жұмбақ тыңдаймыз. Аяғы біреу, қолы жоқ. Шиыр жолы көп. Өзі сөйлей білмейді, салған ізі сөйлейді. Ол не? Балалар, біздің сабағымыз қол өтереміз. Соған жақын. Қарындаш, дұрыс айтасыздар. Олай болса балалар жұмбақты шешу сызғыш және қарындаш. Ал енді балалар сызғыш пен қарындаш бізге не үшін қажет? Бұл сызғыш пен қарындашпен біз балалар бүгінгі сабақта фигуралар салуды үйренеміз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы балалар фигуралар салу. Сабағымыздың мақсаты бүгін біз фигура салуды үйренеміз. Еркебалар, дәптерімізді ашайық. Күннің жағын жазамыз. Бүгін қаңтардың 19-ы жазып фигуралар салу деп. Әдемілік дәптерімізді көлбей қоямыз. Кеуделерімізді тік ұстаймыз. Қаңтардың 19-ы дәптерімізді көлбей қоямыз. Кеудемізді тік ұстаймыз. Жазып болсақ балалар, бастарымызды көтереміз. Балалар, бірінші орындайтын тапсырма жұптық жұмыс, яғни екеу ара бір тапсырманы орындаймыз. Жұптық жұмыс. Басымызды көтереміз. Келесі орындайтын тапсырма балалар графикалық диктант. Түгел тақтаға назар аударамыз. Суретте балалар нені көріп тұрмыз? Бұл не? Ол кеме. Енді біз мына төменге төрт түрлі үлгі берілген, аяқталмаған кеме үлгілерінің біреуін таңдап, суретті аяқтауымыз керек. Бұл балалар жұптық жұмыс, сондықтан екеулеп жұмыс жасаймыз. Бір-бірімізге көмектесеміз. Мен қазір қай жаққа қарай сызамыз десем, сол жаққа қарай сызып бастайсыз. Дайынсыздар? Балалар, екінші үлгі бойынша төменгі нүктеден бастап оңға қарай төрт торғыз. Оңға қарай төрт торғыз. Жылжисыңыздар, нүктемен шектелесіңіз. Арасын қосамыз. Содан кейін жоғары қарай қиғаш бір торғыз. Енді сол нүктеден солға қарай төрт
Söyleyeceğine nüktelerini biriktirin. Жоғарыда үш бұрыш пайда болды. Сызығы мінекей. Шұғыла мен еркебұланның жұмысы әдемі шыққан. Мінекей. Іңкәр мен Парасаттың жұмысы әдемі шығыпты. Диляра мен Ұланның жұмысы әдемі шықты. Таң кімдікі әдемі болып шықты. Дәл үлгідегі болып шыққандар бар ма? Өте жақсы міне. Іңкәрдікі әдемі шықты. Мінекей. Нұрсая мен Омарды әдемі сызып шығарған. Жақсы. Жарайсыңдар. Керемет. Өте жақсы. Балалар жұрттық жұмысты орындап болды. Енді ары қарай кітаптарымызға қараймыз. Кітаптарымызда екінші тапсырманы табамыз. Ұстам екінші тапсырманы. Екінші тапсырманы ұста. Екінші тапсырманы ұстаймыз балалар. Кітаптарымызда екінші тапсырманы таптық па? Сызғыштарымызды аламыз. Берілген кесімді өлшейміз. Жасыл кесімді неше сантиметр? Қол көтереміз. Жасыл кесімді неше сантиметр? Сәбір. 6 сантиметр. Келесі көк кесімді неше сантиметр? 4 сантиметр. Ал енді бәрін бастарыңды көтеріп. Енді былай дейді тапсырмада. Берілген кесіндіден дейді балалар 2 сантиметр қысқа кесінді сыздайды. Сонда біз қандай кесінді сызуымыз керек? Бірінші қол көтерейік. Қандай кесінді сызамыз? 6-дан 2-ні азайтамыз. Неше сантиметр? 4 сантиметр кесінді сызамыз. Сосын екінші кесіндіміз? Иә, 4 сантиметр және 2 сантиметр кесінді сызамыз. Ал, ұстап, сызғыштарыңыз, қарандаштарыңызды алып. Кесінді сызу үшін балалар бірінші не істейміз? Кесінді, нүктелерін белгілеп аламыз, 2 нүкте. Сызғышпен өлшеп. Мінекей, 2 нүктені белгілейміз. Сызғышпен ортасынан түзу сызып жүргіземіз. Ал, қане әдемілеп сызып шығып. Әдемілеп сызып шығып. Бірінші кесінді 4 сантиметр, екінші сыза бер. Не, ой, екінші сантиметр. 2 сантиметр кесінді сыз. Сыза бер. Қасына жазың неше сантиметр екен, балалар? Бірінші кесінді, 4 сантиметр болса, екінші кесінді неше сантиметр? Екіншісі 2 сантиметр. Әдемілеп сызамыз. Алдымен 2 нүкте белгілеп аламыз. Содан кейін 2 нүктесінің ортасы түзу сызықпен қосамыз. Болды ма? Жақсы. Міне саламат өте әдемі сызған. Назым өте әдемі сызған. Сен 4 сантиметр ұзын болып кетті ғой. Хадиша әдемі сызған, жарайсың. Омар әдемі сызған. Мына жақта Нұрсая әдемі сызған. Жақсы. Балалар, енді келесі сүйірбұрыш сызамыз. Үшінші тапсырма. Сүйірбұрыш. Сүйірбұрыш сызу үшін алдымен балалар не белгілейміз? Нүкте белгілейміз. Нүктеден неше сәуле тарайды? 2 сәуле тарайды. Ал, сызын сүйірбұрыш. Сүйірбұрыш балалар тікбұрыштан жоғары бола ма, жоқ кіші бола ма? Сүйірбұрыш. Кіші болады. Ал, сызын. Сүйірбұрыш сызамыз. Әдемілеп сызамыз. Астына сыза бер. Сүйірбұрыш. Әдемілеп сызамыз. Келесі. Үшінші тапсырмамыз сыза бер. Үшінші тапсырма.
мен қарап шығайын, кім әдемі деп сызды. Мен болдым деген оқушылар сызғыштарыңызды қойыңдар. Мен болғандарыңызды көріп шығайын. Жарайсың, Нұрадин. Міне өте әдемі сызған, сүйір бұрышты, доғал бұрышты. Өте жақсы, Ислам әдемі сызған. Мінеке Жанару әдемі сызған. Айзере әдемі сызған. Міне фигуралары өте әдемі шыққан. Диляра өте әдемі сызған. Жарайсың. Ұланды сәл сызғышты қисайып кеткен. Бұрышын белгіле. Жақсы. Өте жақсы. Балалар, жарайсыңдар. Барлықтарыңызды көріп шықты. Мінекей әдемілеп сызған. Олай болса, біраз жаттығу жасап, сергіп, тынығып алайық. Жақсы ма? Түгел қаламдарыңызды қоямыз. Ал жақсы балалар, сертті сәтті австралиялық жаңбыр деп аталады. Австралияда жел тұрды. Қолымызды келейміз. Австралияда жел тұрды. Жаңбыр күшейе түсті. Міне бұршақ жауды. Аяқпен. Дауыл басыла бастады. Жаңбыр сейілді. Жаңбыр сілкіреді. Жел басыла бастады. Алақай күн шықты. Алақай күн шықты. Жақсы, орнымызға отырамыз. Ары қарай салып. Балалар карточкалар берілген. Көріп отырмыз ба? Карточкаларда сандарды кезекпен бос орындарға қойып, өрнектеп құрастырып, тиімді тәсілмен есептеуіміз керек. Түгел тақтаға қарайықшы балалар. Бірінші үлгісін көрсетіп, қалғанын өзіндік жұмыс ретінде орындайтын боласыңыз. Міне, бірінші 23 қосу, мына бос торкөзге бірінші мына қызылда тұрған 23 санын қойдым. Ары қарай қосу 17, қосу келесі бос карточкаға мына қызылдағы 34-ті қойдым. Міне, көріп отырсыңдар ма, мынандай өрнек шықты. Енді бізге айтады, тиімді тәсілмен есепте дейді. Өзімізге ыңғайлы болу үшін 23 пен 17-ні қостық. Неге? Өйткені толық ондық шығу керек, иә? 23 пен 17-ні қостық нешеге тең? Тең. Енді келесі 23 пен 34-ті қосуымыз керек, иә? 23 пен 34-ті қосуымыз нешеге тең? 57-ге тең. Ары қарай 40 пен 57-ні қосуымызы 97-ге тең. Ал енді дәптерімізге Ö1Ж деп жазып, өз бетімен жұмыс. Ары қарай, мына көк және жасыл карточкадегі сандарды қойып, өрнек құрастырып, тиімді тәсілмен есептейміз. Бірінші болған 7 оқушының дәптерін тексеріп бағалаймын. Ал кет. Екіншісімен ана үшіншісінде жазсыңдар. Сол жерде жаза береді. Өз бетімен жұмыс Ö1Ж деп жаз. Жақсы балалар, бірінші болып шығулар болды. Кәне. Келесі кім болды? Қол көтереміз. Болғандары қастарға барып тексеремін. Көрінбей жатырмас сен. Енді екі оқушыны тексеремін. Айзере. Екіншісі қайда? Болды ба? Қазір. Енді қалғандарын тақтамен тексереміз. Міне, екіншісінде 13 пен 17-ні қосқан, 23 пен 4-ті қосқан. 57 шығу керек. Шықты ма? Келесі үшіншісінде 87 шығу керек. Шықты ма 87? Балалар, кітапты алып есепті табамыз. Есепті қатты оқиғыш. Есепті қатты оқы. Жақсы. Балалар, енді барлықтарыңыз естімесек, мен тағы өзім оқып бере қояйын. Балалар лагерінде 28 қыз және олардан 12-сі артық ұл демалды. Лагерде барлығы неше бала демалды?
шығарсың, не деп жазамыз шұғылат? Айта ғой. Қыз және ұл дейміз. Жазамын. Енді бәріміз жазамыз. Қыз. Түсіп жаз, бойыңды не жетіп тұрса. Қыз, ұл. Қыз нешеу? Жаза бер. Дәптеріңізде жаза бер балы. 28 жаза бер. Қыз 28, ұл. Ұлымыз белгісіз. Шаш. Дәптеріміз көлге қоямыз. Ұл. Олар, ана, төменде. Қолыңмен сүртпе. Ұлымыз балалар белгі, белгісіз. Бірақ 12-сі артық. Дефис С деп. Дефис точно қайсысы. С. Артық. Кімнен артық? Ол қызды. Қыздан артық демек. Қызға қарай не қоямыз? Көрсеткіш белгісін қоямыз. Лагерьде барлығы неше бала демалды дейді сұрағын қой. Қалай қоямыз? Барлығы неше бала. Жақсы балалар, тақтаға қарайықшы. Есепте неше сұрау белгісі? Екі сұрау. Есеп неше амалмен шығарылады? Екі амалмен. Бірінші амалмен не табуымыз керек? Қол көтерші. Бірінші амалмен не табуымыз керек? Жансейт айта ғой. Бірінші амалмен не табуымыз керек? Соны айт. Хадиша айта ғой. Бірінші амалмен ұл табамыз. Жақсы. Ал шешуден. Балалар черновикке тақтадан бұрын маған шешуін көрсетсеңіз болады. Мана қағазыңыздар ма мынандай соның артына. Шешуін маған көрсетсеңіз болады. Тақтадан бұрын. Екі амалмен шығарылады есеп. Есепті шешуін тақтадан бұрын көрсетсеңіз болады. Ал шұғыла өзің шығара бер. Бірінші амалмен ұлды табуымыз керек. Бірінші болып, тақтадан бірінші болып көрсетсеңіз бағалайын. Сен ұлды табылсың. Енді барлығы неше бала демал? Екінші амал. Ұлды таптың. Енді барлығын табасың. Шұғыла. Не жазарынан айтып жаз. 40. Не таптың? Ұл. Жақшаның ішіне ұл деп. Мінекей балалар, бірінші амалмен ұлды таптық. Екінші амалмен барлығын табу үшін не істейміз? Қыз бен ұлды өте жақсы. Міне, Омар бірінші болып көрсетті. Екінші амалында қате бар. Жақсы. Екінші амалы болу керек мұнан. Мә, Омар жаза бер. Молодец. Тамаша. Үңкәр. Тамаша. Жанарын тапты. Екінші амалында қате бар. Ойла. Екінші амалы қате. Так, міне, төрт оқушы есептің шешуін маған көрсетті. Тақтадан бұрын. Ал қалдар. Неше болаттан шаш. Жаза берің дәптеріңізге, жаза берің өзіңіз. Шығарып көрсетмейді. Екінші амалы бар да, екінші амалы бар. Мінекей, үңкәр жауабына дейін жазып қойыпты. Өте жақсы. Дұрыс. Исламда дұрыс тапты. Жарайсыңдар. Екінші амалы бар.
жақсы. Мына топтан Каусар, Хадиша көрсетті есептік шешуін. Келесі топтан Үмкар көрсетті, Диляра көрсетті, Фарасат көрсетті. Үшінші топта Айзере көрсетті, Ислам, Жанары көрсетті. Өте жақсы. Келесі спорт тобынан Үмкар көрсетті, сосын Омар көрсетті. Қалғандары бір-бір амалы көрсетті. Қалғандарын тақтадан көшеміз балалар. Жауабы барлығы 68 балалар. Әдемелеп жазамыз. Алла жауабын. Болды ба? Апай, Ал. ана, Үмкараны жазсам, көрсетті. Жақсы балалар, болса қаламдарымызды қоямыз. Болды ба? Болса қаламдарымызды қоямыз балалар. Дәптеріміз жауып бұрышқа қойыңызшы, болғаны болса. Дәптерімізді жауып бұрышқа қоямыз. Неге? Барлығы 68 бала. Дәптерімізді жауып бұрышқа қоямыз. Енді балалар, келесі ең соңғы тапсырма. Топ болып жұмыс жасаймыз. Логикалық тапсырма бергім келіп отыр. Шығармашылық жұмыс. Бірінші топ. Қанша тастай ғой? Балалар, болса бастарымыз көтереміз. Бірінші топқа мынандай тапсырма бергім келіп отыр. Жасырын сандарды тап. Бәріміз бірге, бір оқушы карандашын тұтсын, қалғандарымыз көмектесеміз. Жасырынып тұрған сандарды табуымыз керек. Енді екінші топ. Мына фигураның ішінде неше үш бұрышқа соны табасыз. Келесі топ. Қай фигура артында ғой, бәріміз бірге жұмыс жасайсыз. Ал сендер есік жабамыз. Мына фигураның ішінен бұрыштарды табын. Қай жерде сүйір бұрыш, қай жерде доғал бұрыш, қай жерде бұрыштар табын.
жақтан. Ағаштың несінде? Бұтағында, иә, бұтағында. Сосын сүйіргіш қай жерде бар? Ненің суреті қай жерде бар? Мына ненің суреті? Дұрыс айтасың, Омар. Үйдің шатырының терезесінде бар. Ал тікбұрыш қай жерде бар? Үйдің қабырғасы, қабырғалар тіктөртбұрыш. Сосын иә, заборы. Сосын баспалдағы тіктөртбұрыш. Жақсы, өте жақсы. Жарайсыңдар, орнымызға отырамыз. Сонымен балалар, топтық жұмысты сәл ішінде қателері болды, бірақ өте жақсы қалғандарымыз орындап шықты. Қолымызды қоямыз. Дәптерімізге балалар үй жұмысын жазып аламыз. Екі тор көстастанда үй жұмысы деп. Үй жұмысы. Үй жұмысы. Жақсы, балалар, олай болса, дәптерлерімізді жабамыз. Дәптерлерімізді жабып жинақталамыз, басымызды көтереміз. Сонымен балалар, бүгінгі сабақта біз не білдік, не үйрендік? Саламат айтамын. Фигураларды салуды үйрендік. Жақсы. Ауып айтамын. Есеп шығаруды үйрендік. Жақсы. Фигураларды салушы балалар бізге қандай құралдар қажет болды? Ненің көмегімен салды? Дилара? Сызғышпен, қарындашты, айдаларды. Жақсы. Фигуралардың қандай түрлерін білеміз? Сүйдірбұрыш, тікбұрыш, доғалбұрыш. Айғайламаймыз бұл екеуін. Жақсы, олай болса балалар, бүгінгі сабаққа барлықтарың өте жақсы қатыстыңдар. Күн тобы. Каусарға 8 балл, Жасланға 8 балл, Назымға 7 балл, Хадишаға 8 балл, Саламатқа 8 балл. Мына жерде су тобы Еркебұлан көп үндемеді, 5 балл, кімге? Шұғылаға 9 балл, Ұланға 6 балл, Диляраға 8 балл, Іңкарға 10 балл, Парасатқа 9 балл. Мына жерде ауа тобынан Айзереге 9 балл, Мейрамбекке 7 балл, Радинге 7 балл, Айкынге 8 балл, Исламға 9 балл, Жанаруға 9 балл. Келесі спорт тобында мына жерде өте жақсы қатысып отырды. Іңкарға 10 балл, Омарға 10 балл, Нұрсаяға 6 балл, Сардарға 6 балл, Ақтілекке 7 балл, және Жасланға 7 балл. Ал енді балалар, сабақ сізге ұнады ма? Иә! Сабақ ұнаса, мына жерде жетістік баспалдағы бар. Сол жетістік баспалдарына бір топтан келеміз де, өздеріңізге сабақ қай деңгейде ұнады, сол деңгейге магнитті жаздыра қойыңыз. Бірінші топ келе қойыңыз. Астына магнит ала қойыңыз. Тез қойыңыз, отыра қойыңыз. Орныңызға барын болсаңыз. Орныңа бар. Екінші топ келе қойыңыз. Екінші топ балалар, және тоқтап абайын. Екінші топ қоя қойыңыз. Келесі үшінші топ. Жақсы, ештеңе етпесін, отыра қойыңдар. Жақсы, отыра қойыңдар. Жақсы, олай болса балалар, барлықтарыңызға сабақ ұнаған сияқты, баспалдақтың ең жоғарғысына магниттеріңізді жабыстырыпсыз. Сабақ аяқталды.